Так, мынау оқ жетпес деген тау. Абылай хан жорықтан оралады жеңіспен. Сол кезде бір қызды жолықтырады екен. Сол ана қыз әдемілігі соншалықты бәрі алғысы келіп, мен алам деп жігіттер таласқан. Сол кезде Абылай хан қыздың еркіне берген. Кімге тиесің деген сияқты. Сосын жаңа қыз айтқан екен, мына таудың басына орамалын орайды екен. Кім оқ тигізеді садақпен атып, соған тием деп. Сол кезде бәрі атып тигізе алмаған екен. Қыз сол кезде ашуланып жылап, мына жерде неге суға секіреді екен. Сөйтіп тасқа айналған. Күшті екен. Жоқ, бересің. Берем я. Сол тасты көрсетіп жіберейін. Жұмбақ тас дейді міне. Жұмбақ тас деп аталып кеткен екен. Қар жауып тұр күшті. Мынау тас екен, айналып кеткен жаңа қыз ше. Бір жағынан қарасаң қыз сияқты дейді тас. Бір жағынан қарасаң кемпір сияқты дейді. Жаңа айтқан. Солай, короче.